Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы түрлер арасындағы қарым-қатынастың негізгі түрлері. Оқыту мақсаты түрлер арасындағы қарым-қатынастың негізгі түрлерін ажырата білу. Биотикалық байланыстар дегеніміз табиғатта тірі ағзалар оқшау тіршілік етпейді, оларға көптеген басқа түрлердің өкілдері әсер етеді. Олар өзара үнемі қарым-қатынаста байланыста болады. Биотикалық байланыстар үш түрге бөлінеді. Біріншісі симбиоз, бір-біріне қажетті және пайдалы байланыстар. Нейтрализм, бір-біріне нейтралды болып келеді, мысалы қасқыр мен көбелек. Және антибиоз, бір-біріне зиянды қарым-қатынастар. Бірінші қарым-қатынастың түрі ол симбиоз. Симбиоз ағзалар үшін өзара пайдалы, олардың бірі үшін ғана пайдалы, екінші түр үшін бейтарап та болуы мүмкін. Олар комменсализм, протокооперация және мутуализм болып келеді. Антибиоз екі түрде немесе олардың бірі қарым-қатынастан зардап шегеді. Мысалы, жыртқыштық, паразитизм және бәсекелестік. Нейтрализм түрлі экологиялық қуыста тіршілік ететіндіктен ағзалар бір-біріне әсер етпейді. Мысалы, көртышқан және қоян, бір-біріне нейтралды түрлер. Түраралық қарым-қатынастардың түрлері. Түрлер арасындағы қарым-қатынастарды түрлеше жіктеуге болады. Түр үшін қарым-қатынастың әсері болмаса 0, пайдалы болса плюс, ал зиянды болса минус деп таңбаласақ, онда қарым-қатынастың бірнеше түрлері болады. Олар 0-0, 0 плюс, 0 минус, плюс плюс, плюс минус және минус минус. Нейтрализм 0-0 түрлер арасындағы біріне тікелей әсер болмайтын қарым-қатынас түрі. Мысалы, балықтар мен бақалар бір-біріне әсер етпейді. Келесі амменсализм 0-, бірінші түр екінші түрге зиянын тигізеді, өзі зардап шекпейді. Мысалы, ағаш және ағаштың көлеңкесінде өсетін өсімдіктер. Комменсализм 0+, комменсал басқа түрден пайда көреді, ал ол түрге ешқандай әсер етпейді. Мысалы, акула мен жабысқақ балықтар. Міне мынау акула және қасына кішкентай жабысқақ балық. Арыстандар қалған ас қалдықтарымен қоректенетін тазқара және гиеналар. Комменсализм 0+, тағы да бір мысал, гарчак балығының уылдырығы мен дернәсілдердің айқұлақпен пәтерлестігі бір жерде өмір сүреді. Келесі, ағаштардың түскен жапырақтарын микроорганизмдер, жануарлар нәжістерін көмбекей қоңыздар пайдаланады. Орысша айтқанда сотрапезничество, бірге тамақтанады. Бәсекелестік минус-минус. Бір түрдің жетістігі екінші түрдің жеңілісіне әкеліп соғады. Көбіне бір түр екінші түрді ығыстырып шығарады. Гаузы принципі бойынша бір экологиялық қуыста бірдей қажеттіліктері бар түрлер тіршілік ете алмайды. Мысалы, сұр егеу құйрық және қара егеу құйрықты оны ығыстырып шығарып тастайды. Келесі паразитизм минус-плюс. Бір түрдің ағзасына паразиттік тіршілік етіп, оны әлсіретеді. Мысалы, адам ағзасындағы аскарида құрттары. Жыртқыштық минус-плюс. Жыртқыштар өз жемтіктермен қоректенеді. Мысалы, бүркіт тиынмен қоректенеді. Протокооперация бұл қарым-қатынас екі түр үшін пайдалы, бірақ міндетті емес. Сондықтан плюс-плюс деп белгілейміз. Мысалы, шаян тәрізділер және актиниялар. Мутуализм плюс-плюс түрлер үшін қарым-қатынас пайдалы және міндетті. Мысалы, араларда алсақ, араларда жұмыскер аралар болады, солдаттар болады, сосын аналық аралар болады және аталық. Олар бір-біріне пайдалы және міндетті болып келеді. Сонымен қарым-қатынас түрлерді осылай кесте ретінде жазып қойыңдар. Бірінші түрі нейтрализм, ағзалар үшін 0-0 болып келеді. Амменсализм минус 0, комменсализм плюс 0, бәсекелестік минус-минус,
паразитизм плюс-минус, жырткычтык плюс-минус, протокооперация плюс-плюс, мутуализм плюс-плюс болуп келеді. Симбиоз бірлесіп өмір сүру. Грек тілінен симбиозис бірлескен өмір деген мағынаны білдіреді. Дараға үшін пайдалы да, зиянды да болуы мүмкін. Тірі ағзалар арасындағы қарым-қатынас түрлері. Әдетте симбиоз ағзалардың өзара пайдалы селбесуі немесе бір түр үшін пайдалы болып, екінші түр үшін әсер байқалмауы мүмкін. Мұндай болған жағдайда жүктелу төмендегідей болады. Қарым-қатынас түрлері. Нейтрализм 0-0. Популяциялар бір-бірімен ешқандай қарым-қатынаста болмайды. Протокооперация плюс-плюс симбиозға жатады. Қарым-қатынас екі түр үшін де пайдалы, бірақ міндетті емес. Мысалы, тақуя, шаян және актиния. Мутуализм плюс-плюс қарым-қатынас екі түр үшін де пайдалы және міндетті. Термиттер және талшықты қарапайымдылар. Комменсализм 0+. Комменсал басқа түрден пайда көреді, ал ол түрге ешқандай әсер етпейді. Мысалы, акула және жабысқақ балықтар. Антибиоз керісінше көбінесе минус болып келеді. Мысалы, бәсекелестік минус-минус, бір түрдің табысы екінші түрдің жеңілісі болып келеді. Мысалы, қоян мен қасқыр азық үшін бәсекелеседі. Паразитизм плюс-минус, бір түрдің ағзасында паразитті тіршілік етіп, оны әлсіретеді. Жыртқыштық плюс-минус, бір түр екінші түрдің есебінен қоректенеді. Және аминсализм -0, 0, бір түр екінші түрге зиянын тигізеді. Өзара зардап шекпейді ағаш және көлеңкесіндегі өсімдіктер. Не осы кестеде қайтадан көрсетіліп тұр. Нейтрализмге 0-0, өзара пайдалы протокооперация, симбиоз, мутуализм жатады. Пайдалы 0+ комменсализм. Комменсализм пәтерлестік, арамтамақтық және бірге қоректенуге бөлінеді. Пайдалы плюс-минус және зиянды ол паразитизм және жыртқыштық. Өзара зиянды минус-минус ол бәсекелестік. Бәсекелестік екі түрге бөлінеді, түрішілік және түраралық. Және зиянды бейтарап -0 ол аминсализм болып келеді. Сонымен қорытынды жасаймыз. Нейтрализм 0-0, бір-біріне тікелей әсер етпейтін түрлер арасындағы қарым-қатынас. Мутуализм плюс-плюс, екі түр үшін пайдалы және міндетті қарым-қатынас. Бәсекелестік минус-минус, бірдей тіршілік ресурстары үшін күрес ететін қарым-қатынас. Гаузы принципі, бір экологиялық қуыста бірдей қажеттіліктері бар түрлер тіршілік ете алмайды. Мысалы, сұр егеу құйрық, қара егеу құйрықты ығыстырып шығарады. Комменсализм 0+. Бір түрге қарым-қатынастың әсері жоқ, ал екінші түрге пайдалы. Комменсализм түрлері. Арамтамақтық, песет және ақаюлар, бірге тамақтану, тұяқтылар және өлексе қоңыздар. Пәтерлестік, ай, құлақ және гарчак балығы. Аминсализм 0-, бір түр үшін қарым-қатынастың әсері жоқ, ал бір түрге зиянды. Протокооперация 0++, қарым-қатынас екі түрге пайдалы, бірақ міндетті емес. Тақуя, шаян және актиния. Жыртқыштық плюс-минус, жыртқыштар үшін жемтіктің болуы пайдалы. Олар өз жемтіктермен қоректенеді. Осымен сабағымыз аяқталды. Үй тапсырмасы лекцияны көшіру және тестке жауап беру. Балалар, сау болыңдар.